Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз грамота мадақтама қағазын жасап үйренеміз. Кеттік бастайық. Word'ды ашамыз. Бізге бір интернет керек. Через импорт аламыз. Размерін келтіреміз. Размер формат А4. 210 ширинасы, 297, биіктігі ені 210, биіктігі 200. Ал кеттік бастайық. Міне өздеріңіз көріп отқандай, бұл импортпен алынған JPEG форматта келген. Осыны біз векторный версияға сол үшін не істейміз? Мына айтпақшы, мына гербті, герб Қазақстан латиница жазылған. Оны мен Ақорда сайтынан алдым. Алуларыңызға болады. Мына скачать гербті бассаңыз, жақсы качествода аласыз. Және мына жерде түбінде рухани жаңғыру логотипін мен жазсам, рухани жаңғыру логотип PNG деп набирать етсем, міне болашаққа бағдар деген сайтта міне Corel форматында жүктеп алуға болады. Ал бастадық. Мына жердегі барлық текстті мен өзім Word'та көшіріп алдым. Копировать. Текст аламда басып тұрып етіп алайын. Ол бізге текст дайын тұрсын. Сохранить етіп алайық. Shift Ctrl S. Мен бір жерге заготовка сақтап. Мадақтама деп сақтап қойын. Кеттік. Бізге не керек? Міне мына узорлар керек. Узорлар. Бұның барлығын қолдан жасауға болады. Міне қойған узорларым бар. Ал енді осыларды алайық. Және ұқсас узорлар қоюлар. Осыны қойып шығайық. Биіктігімен келістірейік. Басып тұрып, Ctrl басып тұрып копировать. Бір рет копировать етіп аламын да, Ctrl-ды бассам, дублировать ете береді. Жалық еді. Барлығын выделять етеміз да, группировать етеміз. Shift Page Up. Беткі слойға шығару, және мына Shift басып отырып, центровать етеміз. Келесі бізде дайын. Келесі бізде үстіндегі фриз оюлар. Оны біз мынаны жазып. Биіктігін келтірейік. Равнять етіп алайық. Бұны да дәл сондай тәсілмен алып тұрамын. Бір рет копировать етемін да, Ctrl-ды баса беремін. Болды, дублировать ете береді. Бұны да Shift Page Up арқылы бетіне шығарып, центровать етіп. Ал шығарып алдық. Мына жерде бір астынан бір кішкене узор көріп, не көріп, бір линия. 110 ширинасы ені. Бірден соединять етіп тастайық. Міне енді бізде бұл барлығы бір. Солай тұрады. Келесі сохранить етіп отырайық. Дәл осындай үндем мынандай тұр. Узорлар. Оны біз бұлай салып алуымызға болады. Қайталана беретін болса, мына жерден бір сызық направляющий қоямыз, екіншісін мына жерден қоямыз. Обычно аламда, басып созып эллипс жасап. Эллипсті бұрып отырып, алып шығамыз. Сызыққа келіп. Бұлай копировать етеміз, группировать. Осыны копировать етемді, кішірейтеміз. Еш қиын.
аламызда және осы сызықты тура шетін аламыз да мына жаққа. Енді осыны біз копировать етеміз. Бір рет копировать етіп кете береді. Ctrl-D осында белгілеп алайық. Соединять етіп алайық. Беріп алайық айтпақшы. Пипеткамен аламыз, алдыңғы сабақта үйреттік. Айтпақшы, бұл жерде копировать етердің алдында мына суреттеріңізді белгілеңізді растрлы изображение кіріп, режимға кіріп, цветтің барлығын смик 4 цветке ауыстырыңыз. Қазір пипеткамен цвет ауыстырған кезде смик болады. 4 цвет. Түсі өзгерді. Дәл осыны біз шахматный порядке былай қоясыз. Ол үшін мына жерде біреуін алып. Екі рет басқан кезде біз свободный узелдер шығады. Мына узелді белгілейміз де удалить. Енді мына белгіленіп тұрғанды басып, shift басып тұрып, мынамен центровать етеміз. Бізде ровно симметрично. Дайын. Енді шетке алып қояйық. Мына жерден бір сызып алайық. Жоғарыға бирюзовый. Осыған перетеканиясын берейік. Бірінші осы бирюзовый бояп алайық. Сосын градиент берейік. Бізде мына жерде басқа түс бар екен. Мына жерде бар екен. Соңғы жағын аламыз да бір рет басып, пипетка арқылы осы жерін тауып аламыз. Біреуге. Мынаны біреу басып, тағы да пипетка тартып тұрып басамын. Мына жерден тағы бір басамын. Және мына жерден. Болды, дайын. Енді осыны shift page down арқылы төмен түсіріп, олардың контурын алып тұрып. Осы аламызда төменгі прямоугольниктің төртбұрыштының заливкасын көшіреміз. Оң жағымен басып тұрып, мышканы узел деген шығады. Осындай. Жібере салсаңыздар, копировать все свойства деген. Оң жағын аламыз, скопировать заливку дейміз. Енді бізде дәл осындай болды, бірақ оны зеркальтіп. Осымен узорды басып тұрып, shift басып тұрып, сразу десек, бізде мынандай болып шығады. Выделять етеміз де контурын алып. Мынаны біз power clip үшін салып тастайық. Басып тұрамыз да, бір рет жол кетеді, оң жағын басып, поместить контейнер дейді. Контейнерге салып тастаймыз, контурын алып. Төбесі дайын. Қоя. Дайын төбесі. Мынаны shift page down арқылы төбесі. Келесі. Мына жерде бізде алтынның заливкасы бар. Алтынның заливкасын сүрейік. Shift page down арқылы көтерейік узорды. Міне, алтынның түсін білу үшін алтынның процентный составкасын білу керек. Ол бізде орында былай болады. 20, 60, 20 болады. Міне, осы состав. Қарасаңыздар, однородный болып қалды. Бізде мына жерде перетекание бар. Ол үшін тағы да заливка кіреміз да. Басып тұрып, әрбір жерінен екі рет бассаңыздар, сіздерге цвет шығып отырады. Бұл жерде қайтадан басқан кезде мына смикке ауыстырып аламыз. Бірден цветті бірден смикке ауыстырып. Басып тұрамыз, тартамыз. Мынаны ауыстырып алайық бірден. Сарғыштау боламыз кішкене. Бұл жерде міне енді
мына ортасына тағы бір рет басып. Бұл жерде мына түсті қолданамыз. Келесісін сарғыштау қылайық. Светлый түс алайық. Тағы бір светлый. Болды, бізде дайын. Қазір бұны төмен түсіреміз, осыны қояйық. Контурын алып тастайық. Және бағана салған узорымызды шығару үшін ол мынаның астында тұр ғой. Бұны сурет басамыз да Shift Page аламыз. Бұны біздің алдын. Енді осыны Power Clip ішіне салып жібереміз. Жаңағы объект контейнерін басамыз, поместить контейнер. Бұны бізде енді ол бірге тұрады. Келесі. Мына узор. Осы узордың астында қарасаңыздар, мынау бағанағы бирюзовый цвет заливкасы. Осыны біз аламыз да ол көру үшін контур кривойға айналдырамыз, Ctrl-Q арқылы, және екі бұрыш аламыз да төмен түсіреміз. Енді узорды төмен түсіреміз, қараймыз. Бұны да разгруппировать етіп, соединять етейік, біріктірейік барлығын, және контейнерін алайық. Енді бұл да золотой алтын түсті болғандықтан бұны аламыз да, міне. Пипетка басаңызда, пипетка для атрибутов полный мысалы. Мынадан басасыздар. Көшіріп алды, бүткіл свойствосын мынаған копировать. Контурлы басып тұрып, Power Clip'нің ішінде жұмыс істеуге болады. Міне, бір рет керек болса, контурлы басып тұрмын да, мен мына объектіге бастым. Ол мына ішінде өзгертулерге болады. Енді мен керек емес кезде мына жерден аламын да, жай ғана ашық жерге мына келін басып саламын, Power Clip'ін жабылды. Бұл дайын. Енді біз бұны төмен түсіре тұрайық. Page болмаса шетке түсіре тұрайық, шетке қоя тұрайық. Енді бізге не салу керек? Мына узорды салу керек. Оны салып алу үшін біз көріп тұрмыз, ол симметричный екен. Сондықтан біз аламыз да ортасына бір направляющий қоямыз, және тек қана бір жағын ғана отрисовать етіп аламыз. Нүктелік салам. Привязать к объекту направляющий. Біріктірдік. Енді заливкасын жасайын. Тағы да градиентті заливка. Шетке қой. Сыз қойын. Көрдім біреуге. Пипет. Оны істемес бұрын етіп алайық. Пипетті алдық. Пипетті аламыз. Мына жерден тағы бір қой. Енді тағы біреуін төмен түсіреміз. Shift Page арқылы бетіне қоямыз. Енді мынаны салып шығайық. Бұған да градиент аламыз. Үстіне басамыз. Керекті пипетка арқылы тауып аламыз. Біреу. Қарамыз. Екі. Мына жерге тағы бір. Өз орнына қоямыз. Міне. Мына жерге заливка. Шетке ала тұрып. Мына жердегі басамыз. Тон. Тағы бір тон. Енді мына жерде ең қараңғы тон.
Енді бұнда shift page, control page down арқылы бір сатыдан төмен келе жатырмыз. Мына жердегі мына аламыз да заливка оң жағын басып жібересіз, скопировать заливка аламыз да керісін айналып екі рет бассақ, мына заливканы мына жаққа қараймыз, мына жақ керісінше заливканы былай түзеулеп аламыз да зеркальтеп осы алғанымызды копировать етейік, группировать етейік, топтастырайық та былай көшіре салайық. Мінекей барлығы әдемі. Енді бұны біз контурлары грубый көрініп тұр, аламыз да бұны контурын F12-ні басып, нет деген басып, мына жерден басып. Салынып бітті, дайын. Енді біз бұның көлеңкесін берейік. Басып тұрсаңыздар, мына жерде теңге кіреміз. Бірден екіншісін таңдайық. Умножить емес, обычно қоямыз, және мына жерде составны 22 деген аз екен, 30 қылайық. Ctrl кіммен басамыз да бөліп аламыз. Көлеңкесі жеке алынатын. Енді осыны қайтадан группировать етіп қояйық. Сохранить етіп отырайық. Мына гербті көшіріп алдық қой, соны алайық, герб алайық. Басып тұрып импорт арқылы центровать етейік. Сапасы жақсы екені көрініп тұр. Бүйттік, дәл ортасынан. Енді осы гербті мына лентамен группировать етіп қояйық, бірге тұрсын. Дайын. Мына жоғары жағындағысын да дайындап қойғылы бірден. Мысалы мен выделять еттім. Мына жақта жоғары жағымен және центровкасын бассам, әкеп береді өзі. Контурын алып тастауға болады. Бұлайша айтқанда бізде жоғары жағы дайын, шапкасы дайын. Қараңыз, барлық сапасы жақсы. Келесі. Бұны бір шапкасын жеке группировать етіп қояйық. Қайтан жоғары жағын басамыз. Топ Т бұл ағылшынша буква Т, жоғары жағымен равен етеді. Және буква С ағылшынша центровать етеді. Ал кеттік, келесі. Енді бізге не керек? Мына жерде мына бір узорлар бар екен. Ол узордың жасаудың алдында ішіндегі заттар бар. Оны біз прямоугольник көрпішін алайық. Араға. Енді узорды осының ішіне салып шығайық. Бұл узорды алу үшін мына узор размерін келтірейік, биіктіктерін кішірейтеміз. Енді осыны баяғы сол әдіспен бір рет көшіріп аламыз да Ctrl-D арқылы дублировать етеміз. Бәрін группировать Shift Page жоғалып кеткен жоқ, ол астын. Болмаса оны несінің витқа кіріп, каркас алқары көру. Дәл осыны көшіреміз де, мына жаққа мышкамен көшіріп аламыз. Көшіруді алдым сақта үйреткен болатын. Мышканы басып тұрасыздар да, екінші оң жағын басып жіберсеңіз, көшіреді. Ctrl-ді басып тұрып, көшіреді қозғалып. Және мына жерде зеркаль деген бар, отзеркальдеп келемін. Оны барлық эффектісі бірдей ғой, бұның пока бірінші түсін бояп алайық. Бұл однотонный, бұл жерде градиентный заливка, мына жерде однотонный золотымен бар. Жерде копировать етеміз жаңадан, зеркальдетеміз, қоямыз.
Енді бұны екеуін группировать етейік. Шетке қояйық. Мынаған төртбұрышымызды алып келейік. Төртбұрышымыздың түсі қарап отырсаңыздар бір ойлағандай бетімен алып шыға келді. Бұның контурын тағы да алып тастайық. Оң жағымен мышканың X-ке барып алынады. Мына узорды бетке қойдым. Мына жақ шығып кетті. Оны да осы төртбұрыштың ішіне, контейнердің ішіне салып қояйық. Поместить контейнер. Жағын басатын. Поместить контейнер болды. Осының ішінде тұрады, ешқайда кетпейді. Ал енді сіздер бұны салып алдық. Шетке қоя тұрайық. Енді мына узорды салайық. Бұл узор енді менде жоқ. Мен оны отрисовать етуге болады, әрине, ешқайда жоқ. Мына бір узорды алдым. Аламды кішірейтіп келтірдім. Және бұны вертикально зеркальді еттім да біріктіріп тастадым, соединить еттім. Бағанағы заливка, золотой заливканы алуға болады. Бұл жерде Power Clip басамыз, мынаның мышкасын аламыз, Ctrl-C, бір рет басамыз, онда Power Clip шығамыз, Ctrl-V. Осыны міне заливкасын алдық қой, беткі арқылы көшіреміз, басамыз, узорға көшіріп алып. Барлық көшіріп алып. Бетке алып көріңіздер. Әдемі узор болды. Барлық заливка. Енді бұл байқасаңыздар, мына жерде көлеңкесімен тұр, теңмен. Бізде соны беріп алайық. Тұсын қара қылайық. Мына жерде 5 қылайық. Ctrl-K арқылы бөліп аламыз. Shift Page Up бар. Дәл осыны аламыз. Басып тұрып, мына басынан бастап зеркальдетіп көшіріп болады. Бірден бастап. Мен мына басынан қара маршаны басамын да, контурлы басып тұрып былай бұрамын да, копировать етіп. Болмаса, бағанағын контурлды ұстап отырып, копировать етсаңыз деді, мынаны зеркальдетіп. Тәсілдері өте көп. Мына екеуін қайтадан біріктіреміз. Сындыравать етеміз. Басамыз.